Сот шешіміне апелляциялық шағым беру тәртібі. Апелляциялық инстанция. Апелляциялық сатыда заңды күшіне енбеген сот шешімдеріне шағым жасалады. Сот шешіміне апелляциялық шағым жасау құқығы тараптарға, іске қатысатын басқа да тұлғаларға тиесілі. Апелляциялық шағымды беру тәртібі мен мерзімдері. Апелляциялық шағым прокурордың апелляциялық өтініш хаты шешім шығарған сот арқылы беріледі. Тікелей апелляциялық сатыға келіп түскен шағым прокурордың өтініш хаты азаматтық процестік кодекстің 27-де 1 бабының қағидалары бойынша қаралған істер бойынша шешім шығарылған жағдайларды қоспағанда, осы баптың 2 бөлігінің және азаматтық процестік кодекстің 405 бабының талаптарын орындау үшін шешім шығарған сотқа жіберілуге жатады. Апелляциялық шағым прокурордың өтініш хаты азаматтық процестік кодекстің белгіленген жағдайларды қоспағанда, түпкілікті нысанда шешім шығарылған күннен бастап, ал сот талқылауына қатыспаған адамдар өздеріне шешімнің көшірмелері жіберілген күннен бастап 1 ай ішінде беруі мүмкін. Іске қатысуға тартылмаған, бірақ сот олардың құқықтары мен міндеттеріне қатысты шешім қабылдаған адамдар да апелляциялық шағым жасауға құқылы. Апелляциялық шағымды қарайтын соттар. Аудандық және оларға теңестірілген сотта шығарған шешімдерге, сондай-ақ азаматтық процестік кодексінің 27.1 бабының қағидалары бойынша қаралған істер бойынша шығарылған шешімдерге апелляциялық шағымды прокурордың өтініш хатын облыстық және оған теңестірілген соттың азаматтық істер жөніндегі апелляциялық сот алқасы алқаның кемінде 3 судьясының алқалы құрамында қарайды. Байқоңыр қалалық сотының баспасөз қызметі.